Баршаңызға сәлем, құрметті менің тыңдармандарым. Өмір жолы арнасына қош келдіңіз. Арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, ой-пікірлеріңізді қалдыруыңызға болады. Шие ағашы мұңая тербелген кеш. Сыртқы есіктің жабылған дыбысымен бірге оның жүрегінің нәзік бір тамыры үзіліп кеткендей болды. Бітті, бәрі бітті. Бітті, енді ешқашан Еркештің жайма шуақ күлкісін естімейді. Енді ол ешқашан мұны өкпелетіп қойып, жас балаша еркелетпейді. Енді ешқашан түн ортасында оятып, бұған өлеңдерін оқымайды. Енді ешқашан екеуі ортаға еркебұландалып саябақта қыдырмайды. Бітті, бәрі бітті. Ең болмаса оны соңғы рет көріп қалайын деп, Құралай терезеге таянды. Сап-сары жапырақтарды кешіп, асықпай кетіп барады екен. Сол сәт бұның сыртынан қарап тұрғанын жүрегі сезді ме, ол да терезеге қарады. Жанарлары жолығысты. Екеуінің де көз шарасында түпсіз, терең сағыныш пен тап-таза қимастық сезімнен басқа ештеңе жоқ еді. Жек көру де, кінәлау да, тек қана шарасыздық, әлде тағдырға мойынсыну. Зәулім ағаштардан құлдилай қалықтап кеп, оның жолына төселіп жатқан сарала жапырақтардан да сағыныш иіс аңқиды, ауадан да. Еркеш үйге күндегісінен ертерек, екінді мен ақшам арасында желпілдей жетіп келді. Жанында анда-санда теледидардан көрініп, тиіп қашып газет-журналдарға өлеңдері шығып, ақын ретінде ептеп таныла бастаған 2-3 жолдасы бар. Талай рет осы шаңырақтан дәм татып, таң атқанша өлең оқып, домбыра шертіп, ән салып, у-ду боп жүретін сері жігіттер бірдеңеден қаймыққандай. Бүгжендеп бір-бірінің арттарына тығылыңқырай, сен кір мен кірек берістегі аяқ киім шешетін тар жерде ұйлықса тұрып қалды. Олардың бұнысына Құралай іштей таң қалса да алдарынан жылы қабақ таныта қарсы алды. Баяғы әдетімен ас үйге беттей берген, Еркеш қысыла қипақтады. Тамаққа әуре болмай-ақ қой. Жігіттер менің киім-кешегім мен кітаптарымды көтерісуге келді. Қазір кетеміз. Анау әлгі қайта-қайта маған хат жазып, телефон соғып жүрген студент қыз. Сол. Құралай өз құлағына өзі сенбеді. Ерте ме кеш пе, түптің түбінде әйтеуір бір естірмін деп күтіп жүрген сөз еді. Сонда да біреу төбесінен суық су құйып жібергендей тұла бойы қалтырап кетсін. Күйбеңдеп ас үйде жүрді де қойды. Тоңазытқыш түбіндегі қазы қартаны түгел қазанға салды. Ой үстінде жүріп төр бөлмедегі биік үстелге көлдей ақ дастарханды төгілдіре жайды. Үстіне үйдегі жылы жұмсақ, тәтті дәмдінің бәрін қоя берді. Алыстан аңсап келетін төркіндері болса, оларды да дәл бұлай күтпес. Шыны керек Құралайды арнайлап іздеп келетін төркін дейтіндей кімі бар? Әкесі де бір күндіктен жалғыз еді, шешесі де. Өзі де 2 жалқының жалғыз перзенті. Сосын ба бала кезден оның басқан тұрғанның бәрі әке-шешесінің көз алдында өтті. Солардың қалауымен үйге қол созым жердегі ылғи қыздар оқитын институтқа түсті. Топ-топ болып кино, концерттер мен би кештеріне барып күндіз-түні араның ұясындай гүлдесіп жататын жатақханадағы қыздарға іштей қызыға қарайтын. Көптен аяқ үсті ауырып жүрген анасы ол оқу бітіретін жылы төсек тартып жатып қалды да, ұзақ жыл жанын қинаған ауру ақыры алып тынды. Қыз болып бой түзеп үлгерген жоқ. Қайғыдан қажыған қатал әкенің қас қабағына қарады. Жігітпен қыдыру ойына кірмеді. Бірыңғай қыздар оқитын институттан соң ылғи әйелдер жұмыс істейтін мектепке орналасты. Өзімен өзі. Томаға тұйық. Ертерек үй жайлы болған қатар құрбылары мен алыс туыстарының анда-санда кездесе қалса, айтатын әңгімелерінің тақырыбы біреу. Бұның жалғыздығы. Бірінің аузына бірі түкіргендей. Біреулері, сендей сүйкімді қызға жалғыз жүру жараспайды, деп сыпайы құлақ қағыс қылса, біреулері, жігіттен жігіт таңдап жүре бермей, бір мықтысының етегінен ұстамайсың ба, деп тиісетін. Ішінен ыза болатын. Менде нелері бар осы жұрттың? Үйім бөлек, күйім бөлек. Соларға менің не салмағым түсті, деп. Әйтеуір өзі қатарлы қыздар күйеуге шықты екен деп, бетіне күле қараған бір еркектің етегінен ұстауға
көңіл дауаламайды. Осылай бір сарынды күн кешіп қанша жыл жүрерін кім білсін. Құдай айдап, сол мектепке жолдамамен Еркеш келе қалғаны. Кесек тұлғалы, жігерлі жігіт көптің назарын бірден өзіне тартты. Не сиқыры барын кім біліпті. Талай мұғалімнің шашын ағартып жүрген аты шулы бұзықтармен тез тіл табысты. Аз уақытта солардың жақын досына да, арқа сүйейтін ағасына да айналды. Бойшаң болғанымен жасы кіші екенін білетін Құралай, оған тек бір ұжымда бірге қызмет істейтін әріптес деп қана қарайтын. Бәлкім сол ресми қарым-қатынаста бір-біріне сыпайы сіз бізбен өтермеді. Ойламаған жерден басына түскен тосын бақытсыздық өміріне күрт өзгерістер әкелері Құралайдың үш иықтаса түсіне де кірмеген. Әкесі қарсы көшедегі дүңгіршектен газет-журналдар сатып алып, үйге бұрыла бергенде қатты екпінмен зулап келе жатқан жеңіл көлік қағып кетіп, тіл тартпай кетті. Жарық дүниедегі ең жақын жанды ақырғы сапарына жылап еңіреп шығарып салған күннен бастап, ол жанына батқан жалғыздық салмағын қатты сезінді. Әсіресе демалыс, мереке күндері қиын-ақ. Сосын қолы боста қаланың мәдени орындарын аралаудан басқа нені ермек етсін. Бір жағынан ойы бөлінеді, екінші жағынан жасыратын несі бар. Жүрген аяққа жөргем ілініп, өзі сияқты жалғыздықтан жаны жабыққан біреу-міреумен танысудың сәті түсер ме деген ойы жоқ еместі. Бір қызығы алдын ала келісіп қойғандай Еркешпен театр, музей, көрме залдарында жиі-жиі кездесіп қала беретін. Бастапқыда онша мән бермегенмен кейін әрқайсы іштей осынау кездейсоқтыққа қатты таңғалатын болды. Еркештің маңы қашанда опыр-топыр адамнан арылмайтын. Ауылда туып өскенімен студенттік қызық дәурені осы бір шулы қалада өткен жігіттің тамыр-таныстары аз емес. Әрі қалаға қыдырап келген туыстары да, жора жолдастары да көбінесе қолы ашық қонақжай Еркешті іздеп табатын сияқты. Оған ұнауға тырысып қасынан айналсоқтап шықпай жүрген қыздар да жыртылып айырылады. Алайда оның көңілін биязы мінезімен, ойлы сөзімен, орнықты қылығымен Құралай бірте-бірте баурай берді. Жұмыстан басқа алаңы жоқ, көп оқып, көп ізденетін екеуінің көз қарасы көбінесе бір жерден шығатын. Кей-кейде көрген спектакль, оқыған кітаптарына байланысты қызу пікір таластырып, қызды-қыздымен бала құсап қызарақтасып қалатын кездері де аз емес. Өз қатарластарынан ой өресі жоғарылығын, тіпті көп адамнан басымдығын лажсыз мойындатқан тегеурінді де тентек жігіттің жанында Құралай өзін қорғансыз кішкене қыздай сезінетін. Күйдім жандымы жоқ, жып-жылы шуаққа толы бір нәзік сезім қос жүрекке қалай тамыр жая бастағанын өзге түгілі өздері де аңғармай қалды. Құралай қанша жылғы ұйқыдан енді ғана оянған адам сияқты. Әр таңды қуанышпен қарсы алып, тіршіліктің әрбір сәтіне сүйсінетін. Сұр бұлт басқан көңілдің көгіне жарқырап күн шыққандай жүрегін ерекше сезім кернейтін. Сәл оңаша қалса болды, радиодан, теледидардан кездейсоқ құлағы шалған махаббат, ғашықтық туралы әдемі ән әуендері орала кетеді. Кей-кейде соларды ыңылдап келе жатып, көшедегі адамдар легінен ыңғайсызданып қалатын. Осынау әсерлі де әсем халдің өңі екенін, әлде түсі екенін айыра алмайтын. Оянып кетсе түсі болып шығатындай керемет қорқатын. Өмірі істемеген әдеті еді. Енді ғана бой түзей бастаған балауса қыздай айна алдына көбірек көз тоқтатып өзінің жүріс-тұрысына сын көзбен қарай бастады. Мода журналын сатып алып өзінің түр тұлғасына үйлесетін киімдер тіккізді. Бұған дейін ешқашан есігін ашпаған сұлулық салондарының жиі қонағына айналды. Әйтеуір таптаурын болған тірліктің сүреңсіз күндері келмеске кеткенін іші сезгенімен болашағын болжауға жасқанатын. 20-дағы қызды 70-тегі шал алса да сөкет көрмейтін ортаның өзінен 10 жас кіші жігітпен бас қосып түтін түтетуін оң қабылдамасын сезімтал Құралай жан жүрегімен ұққан. Домбыраның қос шегіндей үндесіп, бір-біріне түр тұлғасы да, мінез-құлқы да жарасып тұрса да, алайда Еркеш елдің сөзін елең қылған жоқ. Шаңырақ көтеріп түтін түтеткен 10 жылда екеуі ерекше қимастық сезіммен бір-бірінің қас-қабағына қарап өте тату тұрды. Алайда соған қарамастан жас жігіттің басын айналдырып тиіп алған. Қаладан пәтер алу қиын болған соң
өзінен жасы үлкен қызын жайлы пәтеріне кіріп алған деген сияқты қаңқу сөздер сондарынан қалмай қойды. Ілкіде Еркеш жұрттың сөзіне мән берме. Жақсының артынан сөз ереді, жаманның артынан шөп ереді. Айтып бір күні мүлде басқа тақырыпқа ауысады деп балаша солқылдаған келіншегін шашынан сипап күле жұбататын. Тұрмыс құрып балалы болған соң ажары бұрынғыдан да ашылып, сыр сымбаты айқындала түссе де, Құралай кейде көшеден тұрмысқа жытып, жүзін әжім торлай бастаған. Өз құрбыларын көріп, қатал уақыттың қармағына өзінің де бір күні ілігерін ойлап, керемет мұңайып қалатын. Соңғы жылдары айналдына қаймығыңқырай келетін әдет тапты. Сырт көзге сыр бермесе де, үнемі иненің ұшында жүргеннен Құралай шаршай бастады. Әрі алғашқы өлеңдер жинағын сыншылар да, жыр сүйер қауым да жылы қабылдағалы бері, күйеуі бұрын сонда істемеген әдет тауып үйге түн ортасы ауғанда, кейде таң алдында келуді шығарды. Қашан келетінін, қайда жүргенін хабарлау ойына кірсейші. Бәрінен бұрын кішкентай Еркебұланы әкесін күтіп, тамақ ішпей, терезе алдында телміріп тұрып алатыны Құралайдың жанына қатты бататын. Бұлай өмір сүру мүмкін емес. Қайткенде бір жағына шығуымыз керек деп, күйеуін ащы да болса ашық әңгімеге тартуға іштей тас түйін болғанымен, жеме-жемге келгенде сол мәселе өзінен өзі кейінге ысырыла беретін. Қаладағы студенттер жиі кездесу кештеріне шақырып, қол аяғын жерге тигізбей жібергені сонша, Еркеш аз уақытта танымал жанға айнала бастады. Көздері жәудіреген жас қыздар ағалап, алдын кес-кестеп, кездескен жерде қолтаңбасын сұрап, жандары қалмайтын. Бастапқыда Құралай күйеуінің талантын мойындаған жандардың күннен күнге көбейіп келе жатқанын іштей мақтаныш тұтатын. Өлеңдерін жілікше шағып, талдап, ет жүректі елжіретердей жазған бір жас қыздың хатын алған күні, Еркештің қатты ойланып қалғаны әлі күнге көз алдында. Жастық жалынымен, таңғы шықтай таза сезіммен ақыры сол қыз ақын жанды жігіттің жүрегін жаулаған екен-ау. Еркештің қай затын қай жерге салғанын оның өзіне көрсете жүріп, бар киімін рет-ретімен үлкен чемодандарға ыңғайлай орналастырды. Күйеуінен ажырасқалы жатқан әйел емес, ерін қызмет бабымен алыс сапарға аттандырғалы жатқан жан сияқты. Сақал қырғышы, тіс шуғышы, тағысын-тағы толып жатқан ұсақ түйек, керек жарағына дейін мөлдір қапшықтарға бөлек-бөлек салды. Қолы істе болғанымен ойына марқұм әкесі жырларын жатқа айтатын Ормамбет жыраудың «Бақыт та, байлық та жоқ Басыбайлы» деген жыр жолдары орала берді. Иә, мәңгілік қайғы да, Басыбайлы қуанышта жоқ, бәрі өткінші, бәрі жалған. Онда несіне өткінші сезімге бола, күйіп пісемін деп өзін-өзі сабырға шақырды. Шкафтан том-том кітаптарды шығарып, буып-түйіп жатқан сәтте сырттан ақ тер, көк тері шыға доп қуып, сілесі қатқан Еркебұлан келіп кірді де, «Ой, алақай, біз жаңа пәтерге көшкелі жатырмыз ба?» деді шаттанып. Әке шешесі көзбен жер шұқыды. Ерке болғанымен есті бала емес пе? Төрде қаздай тізіліп отырған көңілсіз қонақтарға қол беріп амандасып шықты да, жүрегі бір сұмдықты сезгендей, тез бұрылып өз бөлмесіне кіріп кетті. Табақ толы майлы сүр етке ешкім қол соза алмады. Жайнап тұрған дастархан сол жайылған қалпы қозғаусыз қалды. Еңсені езген зіл батпан ой мен түсініксіз хал кең дүниені бір тарының қауызына сыйғызып жібергендей. Ашық күнде жай түскендей шатыр-шұтыр сынған шаңырақ астындағы тіл жақтан айырылған құтсыз қонақтар созалаңдай орындарынан тұрды. Бәріне өздерін кінәлі сезінген жандардай, бастары салбырап, еңселері түсіп, бума-бума кітаптар мен тең-тең төсек орын, киім-кешек салынған чемодандарды көтеріп, іркес-тіркес көшеге беттеді. Елдің ең сонда қалған Еркеш керуетінде етпетінен жатқан Ерке ұлын күшпен өзіне қаратып, маңдайынан иіскеді. Еркебұлан булығып үнсіз жылап жатыр екен. Ботадай боздап айрылсайшы. Қанша тоқып тұрса да өзін-өзі зорға тежеген Құралай, «Мен сені арқа сүйейтін азамат болды деп жүрсем, қыз сияқты жылауға ұялсайшы. Қане, солқылдамай, бетіңді жу, әкеңді жолынан қалдырма. Сыртта жолдастары күтіп қалды ғой», деді жігерлі үнмен.
ет бауыры езіліп бара жатқан жігітке келіншегінің жалғыз сөзі жеткілікті еді. Бірақ ол: менің барым да бағым да сен едің ғой, сенсіз қалай өмір сүремін деп шырқырай шылбырына оратылып, аяғын құшып жалынған да жалбарынған да жоқ. Еркеш өмірінің ең бір қызық пен қимастыққа толы шақтары қалып бара жатқан құтты шаңырақпен үнсіз қоштасты. Босағаға сүйеніп аз кем тұрды. Ағыл-тегіл көз жасына ие бола алмай, солқылдай өксіген ұлының бетін жуып, ваннада жүрген Құралай шыға қоймады. Шыққанда да не айтар еді? Ешкімге керексіз боп бөлмеде жалғыз қалғанына жабырқаған теледидар ғана шағын пәтерді сағыныш сазына толтырсын кеп. Жел кернеген алау түсті желкенін, аппақ кеме жастық дәурен ертегім. Жолаушың боп аттанбадым алысқа, кінәлама, нұрлы болсын ертеңін. Бұрын сонда еш жерден естімеген беймәлім ән Құралайдың көңілінің терең бір түкпіріне тығылып, көкейінде тұншығып сыртқа шықпай қалған сөздерді дөп басқандай. Көзінен тынымсыз сырғыған ып-ыстық, мөп-мөлдір кеп-кермек тамшылардың таусылар түрі жоқ. Әкесінің аузынан түскендей сөп-сүйкімді ұлы үн-түнсіз кеп бауырына тығылды. Сені берген Құдайға мыңда бір шүкір. Әйтпесе, осынау жалған дүниеде жалғыз өзім қалай өмір сүрер едім, деп ойлады ол, баланың жұпар иісі бұрқыраған кекілінен қайта-қайта мейірлене иіскеп отырып. Қас қарайып, көз байланып, жұлдыздар жамырағанша қара көлеңке бөлмеде өз ойымен өзі отыра берді. Күйеуі тастап кеткен әйел мен әкесі тастап кеткен жетім бала. Алғаш үйленген жылдары Еркеш екеуі тап осылай ұялас күшіктер құсап бір-бірінің бауырына тығылып, айқара ашылған терезе алдында түнгі қала тынысына құлақ түрген қалпы үн-түнсіз отыратын. Кей-кейде ол майда қоңыр үнмен ән салатын. Сезім қылын шертетін әсем әуенді жер мен әлем бар демін ішке ала тыңдайтын. Әлде Құралай солай сезіне ме? Сол сәтте ән әлдилеген екеуінен басқа жер, жаһанда бақытты ешкім жоқ сияқты еді-ау. Әсіресе Еркеш бақытымызға ешқашан ештеңе бөгет болады деп ойламайтын. Япырмау не деген аңғалдық. Бақытты болу аз, басындағы бақыттың баянды болу керек екен ғой. Ой Аллай, аспан да, ай да өз орнында. Терезе түбіндегі жапырақтарынан жұрдай болған шие ағашы ғана мұңая төмен қарап, көңілсіз тербеледі. Бүгін сізге осындай әсерлі әңгіме сыйлаған Өмір жолы арнасы әрі қарай қызықты әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз болады.